Этнауыл ұлттық мәдени кешенде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жабылу салтанаты өтті. Апта бойы Астанаға жаһаннан ағылған жұрт түркі халқының түрлі спорттық жарыстары мен мәдени шараларын тамашалады. Қазақтың ұлттық өнері мен мәдениеті жаһанға мәшһүр болған мерекеден әріптесім Нысаналы Ағыл тарқатады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарда мәресіне жетті. Қыркүйектің 8-нен бері мерекені көрген жұрт мәре-сәре. Ұлы дала дүбірі деп ұрандатқан байрақты бәсекеге 89 елден 2000 жарымға жуық спортшы қатысты. Ал осыдан 10 жыл бұрын Қырғызстанда алғаш ұйымдастырылған сайысқа небары 19 елден 600-дей спортшы келген еді. Осыған қарабақ жаһан жұртының көшпенділер өркениетіне деген қызығушылығын аңғару қиын емес. Мұны әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристердің легінен де көруге болады. Блогерлер мен журналистер қарасы көп. Барлығына түркі халықтарының баба салған сара жолын көздің қарашығындай бүгінге жеткізу цифрлы әрі технологиялық қоғамға бейімделгенімен жұтылмағаны жұмбақ. Қазақтың ұлттық ойындары барлығы тоғысқан, сондай көшпенді халықтың рухын көтеретін ойын. Онымен қоса тек қана спорт қана емес, бұл жерде бүкіл мәдениеттің тоғысқан жері болды. Және де біздің туризмді дамытуға үлкен үлесін қосқан ең ірі жоба деп айтуға болады. Түркі жұртының түрлі ойындарын көру бірте-бірте әлем халқының әдетіне айналып барады. Өйткені 21 ғасырдағы өркениетті адам нәсіліне, ділі мен тіліне қарамай мәдени тұрғында ұғынысу дегенді білдіреді. Осы ретте көшпенділер ойындары тек қана спорт емес, ұлт өкілдерінің бас қосуы мен мәдениеттердің тоғысуы болды. Сондықтан бұны дәстүр мен спорттың мерекесі деп есептеуге әбден болады. Қазақстанға келген туристердің басым бөлігі елдің мәдениетімен терең танысқандарын айтып жатыр. Өте қонақжай халық екен. Мен бұл көшпенділер ойындарынан көп дүниені үйрендім. Қазақ халқының қонақжайлығы таң қалдырды. Бірінші күннен бастап ерекше ықыласпен қарсы алып жатыр. Ұйымдастыру деңгейі де өте жоғары. Айтпақшы, бұған дейінгі көшпенділер ойындары сайын далада, тау мен бауда немесе қырда өтетін. Биылғы ерекшелік қаладағы заманауи спорт нысандарында ұйымдастырылды. Яғни өткенді ұмытпай, жаңадан жатырқамай жасампаздық жолына бет бұру деген мазмұны бар. Осылайша көшпенділер ойындарына урбандалған ортада жаңа серпін беру көзделген. Жаһандық маңызы артқан шараны жазғы олимпиададан да бір мысқал кем емес деген мысалдар естіп жатамыз. Осылайша 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары түбі бір түркі халықтарының бірлігі мен берекесінің бекем екенін бүкіл әлемге тағы бір рет паш етті. Нысаналы Ағыл, Райымбек Биғожаев, Әділ Нұржанов, Жібек жолы.